Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Видеоларға назар аударып, не көріп тұрғанымызды бірге атайық. Жолбарыс, жылан, жастық. Бұл сөздердің барлығына қай әріп ортақ? Дұрыс айтасың. Ж. Бүгін біз Ж дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл Ж дыбысының бас және кіші әрпі. Жылан сөзі Ж дыбысынан басталады. Келесі сөзге назар аудар. Әже. Әже сөзінде Ж дыбысы сөздің ортасында тұр. Жұлдыз. Жұлдыз сөзінде Ж дыбысы сөздің басында тұр. Морж. Морж сөзінде Ж дыбысы сөздің соңында тұр. Демек, Ж дыбысы сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездеседі. Ж ұяң дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Оқылым. Бірге оқып көрейік. Жа. Жа. Жаға. Жаға. Жай. Жай. Жайлау. Жайлау. Жапалақ. Жапалақ. Жапырақ. Жапырақ. Жаңғақ. Жаңғақ. Жаңбыр. Жаңбыр. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Жазылым. Ж әрпінің бас және кіші әрпін жазып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Арнамызға тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпа. Кім тапқыр? Жұмбақ шешіп көрейік. Күндіз бәрі қашады. Түнде аспанды басады. Бұл не екен, балалар? Дұрыс айтасың. Жұлдыз. Ағайынды бәрі шығыста жасыл, түсте сары. Бұл не? Ойлан. Дұрыс айтасың. Жапырақ. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Бұл не екен? Дұрыс айтасың. Жаңбыр. Енді тапсырма, балалар. Ж дыбысынан басталатын кез келген суретті сала қой. Бүгінгі сабақта өте белсенді болдың. Қош сау бол. Келесі кездескенше.